Сәлем қыздар, ұлы жеңіс мерекесі құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, егемендігіміз мәңгілік болсын. Міне осыған орай мен бүгін 9 сан тортын пісірдім. 5 қабатты упипай тортын жасадық. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқа мен шекер жақсылап араластырып аласыз. Одан кейін жаңағы су моншасында еріген шоколад мен сары майды қосасыз. Ұныңызды қосасыз, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін міне осындай тесто шықты. Бұнына 9 деген санмен. Осындай трефарат дейді ғой, арнайы қалып, осы кондитер бөлімдеріне сатылады. Алып кеп, мінеки 9-ы пісіріп, жан-жағын артығын кесіп тастайсыз. Оны да тастауға болмайды, артық жерін жинап алып, трайфл жасап қойсаңыз болады. Осына қалған күлшелермен кусоктарын жинап, қолмен мұжғылап крем жағасыз. Мінеки крем де дайын болды. Крем осындай қоюлау болу керек. Тортымызды жинаймыз. Мінеки бірінші қабаты жиналып жатыр. Ары қарай мінеки 5 қабатты да жинап біттік. Мінеки әп-сәтте біздің тортымыз дайын болды. Жасалуы оңай, ерекше. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Тіркеліп алсаңыз, үнемі менің ерекше, сондай-ақ тез әрі жылдам рецепттерім сізден шығып тұрады YouTube арнаңыздан. Және де мені іздесеңіз, Исахова Ақмарал десеңіз, бірден шыға келеді. Мінеки, ал жеңіс күні құтты болсын, балаларымыз аман болсын, туымыз көкте мәңгілік желбіреп тұрсын, егемендігіміздің тұғыры биік болсын, әрбір шаңырақта тек қана қуаныш пен бақыт болсын. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің каналыма тіркеліп алып, описание бөлімдегі құрамдарына қарап, осындай әдемі ерекше торттарды жасап, отбасыңызды қуантып жүріңіз. Упипай тортының бір ерекшелігі жылдам жасалады және коржылары демде піседі. Ешқандай абыржып, ондай қиналудың қажеті жоқ. Ең бастысы сол айтылған құрамдармен таразға тартып алып, сондай-ақ кремін де қойып етіп жасасаңыз болғаны. Тағы да осы упипай торттары бар менің каналымда. Ол жерде егжей-тегжейлі түсіндірілген. Соларға да кіріп, көріп, таныссаңыз әбден болады. Осымен тортымыз аяқталды. Жеңіс құтты болсын.